Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге әдеттегідей мен Береке Алтаев. Және де бүгін біз тарихта сіздерді таң қалдыратын салықтардың түрлері туралы айтатын боламыз. Біздің өмірімізде күнделікті қолданылатын табысқа салығы, болмаса басқа заттарды сатқанда қолданылатын салықтар туралы білеміз. Ол салықтар біздің мемлекеттік инфрақұрылымдарды қолдануға, болмаса біздің жағдайымызды жақсартуға қолданылатын мемлекетке түсетін салықтар болып келеді. Ал бірақ біздің тарихта сыртынан қарағанда ақылға қонымсыз болып көрінетін салықтар туралы білетін болсақ, біздің өмірімізде күнделікті көріп жүрген салықтар тіпті де жаман емес болып көрінуі мүмкін. Ақылға қонымсыз болып көрінетін салықтардың тізімін бастайтын біріншісі көлеңкеге салынатын салық. Материалдық емес заттарға да салық салынады екен. 1993 жылы Венецияда көлеңкеге салық салынып басталынды. Бұл ережеге сәйкес, ғимараттың көлеңкесі түсетін барлық мекеменің иелері салық төлеуге міндетті болды. Осылайша кафе, ресторан, басқа да ғимараттардың иелеріне тағы да қосымша салық